Бокс бұл жай спорт емес. Бұл елдің намысы, халықтың рухы. Ал Қазақстан мен Өзбекстан осы спорттың алпауыттары. Екеуінің де тарихы, шеберлігі, чемпиондары бар. Бірақ сұрақ біреу, қай елдің боксы шынымен мықты? Бірінші, Олимпиада ойындары. Қазақстан боксшылары 96 жылдан бері әр Олимпиадада жүлде алып келеді. Жалпы есепте 8 алтын, 7 күміс, 8 қола иеленген. 2012 жылы Лондонда 1 алтын, 1 күміс, 2 қола алса, 2016 жылы Риода 3 алтын, 1 күміс, 2 қола иеленді. Өзбекстан 2016 жылғы Риода ерекше көзге түсті. 3 алтын, 2 күміс, 2 қола. 2020 жылғы Токио ойындарында 1 алтын, 2 күміс нәтижемен шықты. Осылайша, Олимпиада көрсеткіштері бойынша Қазақстан алда тұр. Екінші әлем чемпионаты. Қазақстан әлем чемпионатында 2013 жылы Алматыда 4 алтын, 2 күміс жеңіп алып, көш бастаған. Басқа жылдары да тұрақты түрде үздік нәтиже көрсетіп жүр. Ал Өзбекстан 2017 жылы Германияда 1 алтын, 3 күміс, 2 қола еншіледі. 2023 жылы әлем чемпионатында 5 алтын жеңіп алып, жоғары көрсеткішке жетті. Соңғы жылдары бұл жарыста Өзбекстан алға шыққаны байқалады. Үшінші Азия чемпионаты. Қазақстан бұл турнирде бірнеше мәрте үздіктер қатарында болды. Бірақ 2021 жылы Дубайда Өзбекстан 6 алтын жеңіп алса, Қазақстан 2 алтынмен шектелді. Осыған қарап, Азия деңгейінде Өзбекстанның бәсі жоғары екенін көреміз. Төртінші кәсіби бокс. Қазақстанның кәсіби аренасындағы ең танымал өкілі Геннадий Головкин. Сонымен қатар Жәнібек Әлімханұлы, Айдос Ербосынұлы, Қанат Ислам сынды спортшылар да әлемдік деңгейде танымал. Өзбекстан да бұл салада қалыспай келеді. Мысалы Муроджон Ахмадалиев, Исраил Мадримов, Шавкат Рахимов сияқты боксшылар халықаралық деңгейде бақ сынап жүр. Бірақ әзірге кәсіби бокста Қазақстанның орны биік. Қорытынды, Олимпиада ойындарында Қазақстан алда. Әлем чемпионатында Өзбекстан алға шықты. Азия чемпионатында Өзбекстан көш бастап тұр. Кәсіби бокстан Қазақстан алда. Бұл екі елдің де спортқа, еңбекке және жеңіске деген ұмтылысының нәтижесі. Соңы, сен қай елдің боксын қолдайсың? Пікіріңді қалдыр. Видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпа.